Ассаламу алейкум достар, қалайсыздар? Денсаулықтарың жақсы ма? Бүгін станок жайлы обзор жасап кетейін деп едім. Қандай станок? Картонный коробкаларды жасайтын, подарочный коробкаларды жасайтын, жалпы гофра картондарды кесетін, бумагаларды кесетін станок жайлы айтып өтіп кетемін. Қандай бизнес жасауға болады? Қазір кеттік онда. Мына станокпен таныстырып кетейін деп едім. Dex M36 бұл не істейді? Бұның арнайы мынандай пышақтары болады, түрлі үлгі кесетін, мына жерден өткізіп жібересің, үлгіні кесіп береді. Мынандай картонный пакеттердің размерларымен істей бересің, әртүрлі размерларын. Әртүрлі размеріне әртүрлі пышақтары бар. Кейін мынандай картонный пакеттерді оптым сата беруге болады. Бумагысы, мынандай бумагы, міне Алматыда сатады, бұны оптым 100 штуктан. Мынаны штучныйда да береді, түрлі түстері бар. Міне, мынандай белбауларын сатады, ұстағыштарына жеке. Достар, картонный пакет, кейін коробкаларды жасауға болады. Үлгісін кесіп береді, коробкаларының да пышағын жасатқызы. Жалпы упаковка бизнесін бастауға болады. Мыналар, мысалға, оптовиктарға да тапсыруға болады, осылай жасап. Кейін печат басатындар болады, силкографиямен айналысып жатқандар. Жаңағы картонный пакеттерге мынандай печаттарды басады. Бұл полиэтиленовый пакеттер ғой. Міне достар, осындай печаттарды басай, сата бересіздер, қызметтеріңізді ұсына берсеңіздер болады. Мынандай бумагаларды кеседі, гофра картонды кеседі, крафт пакеттікіні кеседі, жалпы барлығыны кеседі бұл. Міне достар, мощності сол 220 волтта жұмыс істейді бұл станогымыз. Жалпы бір 10-15 квадраттық жер болса, 20 квадрат, 25 болса, вообще жақсы бизнесіңізді бастай бересіздер, упаковка бизнесіне. B2B-ге қызмет ету болып табылады бұл да достар. Бұған бір адам, екі адам жетеді, бір адамда бастапқа жетеді. Үйінде отырып, мынандайына 1 метр, 1,20, мына ұзынлығына 2 метр. Міне, станогымыз. Достар. Міне. Упаковка бизнесіне кіре бересіздер. Бағасы туралы сілтеме қойып кетемін, сілтемеге өтіп сұрасаңыздар болады, достар. Бумага контакттарына барлығын береміз, осылардың қағаздарын қай жерде оптын сатады, зауытының нөмірлерін береміз. Алматыда алып бастай берсеңіздер болады, достар. Кейін үйрету жағында бастап қалай қолдану керек, барлығына үйретіп жібереміз. Жаңағында безопасный қолдану жақтарын. Дұрыс қолдансаң, бұл кете береді, қызмет ете береді. Жаңағында расходниктары почти жоқ, бұның бір сырье сатып алу. Сырье деген енді мыналар ғой, басқа тез бұзылып қалатын нәрселері жоқ, бұндай нәрсе болды. Бір алсаң, істете бересің станокты, достар.